Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге баланың физикалық дамуы жайлы ақпарат бермекшімін. Өйткені көп аналарда сұрақ туындайды. Менің балам 6 ай болды, неге отырмайды, 7 ай болды, неге еңбектемейді деген сияқты. Сол сұрақтың жауабын бүгін мен сіздерге айтпақшымын. Бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұйымдастырған кестесі, яғни бұл кестені құрар кезде 1-2 балаға қарап қана емес, 1000-ға жуық бала зерттеуге алынып, әр елдің дамуына қарай, әр ұлттың дамуына қарай шығарылған ортақ кесте болып табылады. Ең біріншіден мен баланың құрсақта қалпы жайлы айтқым келеді. Бала іште жатқан кезде аяқ-қолы ішіне бүгулі жатады. Осы қалыпты сыртқа шыққанда бала сақтайды. Яғни 3-4 айға дейін осындай физиологиялық қалып норма болып табылады. Яғни баланы қатты пеленать етудің қажеті жоқ. Баланың аунауы, бала 2,5 айдан бастап 5,5 ай аралықта аунауы қалыпты болып табылады. Және кейбір бала бірінші отыруы мүмкін, ал кейбіреу еңбектеуі мүмкін. Сондықтан да әр бала әртүрлі. Мысалы, отыру 3-8 айдан 9,5 ай аралығында отыруы қалыпты болып табылады. Ал еңбектеуі 5-2 айынан 13-5 ай аралығында еңбектеуі қалыпты. Еңбектеу баланың моторикасы үшін өте маңызды кезең. Өйткені ол сол жақ және оң жақ жарты шардың дамуы үшін өте керек моторика. Баланың қолдаумен тұруы, яғни белгілі бір затты немесе жиһазды ұстау арқылы бала тек тұрады. Яғни 5 айынан 11,5 ай аралығында қалыпты болып табылады. Ал қолдау арқылы жүруі 5-8 айынан 14 ай аралық қалыпты болып табылады. Бұл жерде бала 5-6 қадам жасайды. Ал баланың өздігінен тәуелсіз жүруі 8 және 18 ай аралығындағысы қалыпты болып табылады. Ал баланың осылай М тәріздес отыруы 1,5 жасына дейін қалыпты болып келеді, бірақ аяғын тіктетіп үйрету қажет. Егер осылай отыра беретін болса, баланың беліне күш түсетін болады. Бұл жоғарыда аталған көрсеткіштердің бәрі дені сау, созылмалы, неврологиялық, психикалық бұзылыстары жоқ балаларға арналған. Егер видеом пайдалы болып ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.